Әсіре діншілдік. Діни ақпаратты қабылдап, оған қарсы мәліметтерді теріске шығарып, тек өзі емес, өзгеден де өз түсінігін қабылдауын талап ету арқылы қоғамда көрініс табады. Бұл түсінік иелері қоғамда діншіл ретінде сипатталады. Діншілдік барлық дінді ұстанушылар арасында кездеседі. Олардың белгілері өзінің емес өзгенің иманымен айналысу, өз ұстанымын өзгеге қабылдатуға тырысу, келіспеген жағдайда оны теріске шығару. Әсіре діншілдер белгілі бір ортада өздерінің тек менікі дұрыс, бізден өзгелер адасуда, біз ғана тура жолдамыз деген қатерлі түсініктермен діни үкімдерді бұрмалау арқылы қоғамда улауға тырысады. Ондай көзқарас иелерінен сақтанудың бірден бір жолы ол айтты, мен амал еттім түсінігінен ада болу, ақпаратты тек сенімді дерек көздерінен алу, діни негіздерді ақыл иелігінен өткізу, адамдарды жікке бөліп, олардың арасында діни алауыздықтарға жол ашушылар мемлекеттің бейбітшілігі мен тыныштығына қатер төндірумен ел тұтастығына қиянат жасайды.